Саламатсыздар ма? Мен жалпы білім беретін Құланды мектебінің педагог материалдар санатындағы мұғалім Алқуат Бағнұр Исламқызы. Менің ұсынғалы отырған педагогикалық идеямның негізгі тақырыбы жиынтық бағалауды тиімді ұйымдастыру. Жалпы жиынтық бағалауды тиімді ұйымдастырудағы мен негізгі алған программам Class Times программасы болатын. Class Times дегеніміз бұл яғни оның ішінде кітапхана, сессиялар, сыныптар, осы бөлімдер болады. Бұл жобаны алған негізгі идеяммен айтып кететін болсам, бұл цифрлық ортада жүйелеп, жоспарлау, өткізу, талдау және кері байланыс кезеңдерінің барлығын бір картаға біріктіреді. Бұл жоба біріншіден мұғалімнің уақытын үнемдейді, оқушы жетістігін нақтырақ көрсетеді, және мектептің оқу сапасын жақсартуға бағытталған. Жалпы бұл жобамның өзектілігіне тоқталатын болсам, жиынтық бағалау тапсырмаларының стандартқа сәйкестігін тексеру ұзақ уақыт алады. Біріншіден біздерге мұғалімдер үшін бір күнде бірнеше жиынтық бағалау жүктемесі түсіп, оқушылар да мұғалімдер де шаршауы мүмкін. Жиынтық бағалау нәтижелері жиі Excel кестесінде шашыраңқы қалып, талдау жасау қиын болуы мүмкін. Әрбір оқушының өсу динамикасы нақты көрінбейді, ата-анаға жүйелі кері байланыс жетіспейді. Осы мәселелерді шешу мақсатында Class Times яғни программасын мен платформасын ұсынғалы отырмын. Бұл жобаны алғандағы негізгі мақсатым, яғни білім беру процесін тиімді, интерактивті және дербесінділігін ету, ол мұғалімдерге оқушылардың білімін жедел бағалау, кері байланыс орнату және оқу нәтижелерін талдау арқылы оқу сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Жобаның негізгі мақсаттары, яғни оқыту процестерін цифрландыру, дәстүрлі сабақтағы әртін бағалау мен тестілеу онлайн форматқа көшіру, мұғалім мен оқушы арасында өзекті әрекеттестікті жеңілдету, оқушылардың оқу белсенділігін арттыру, сабақта қызықты әрі интерактивті ету, ойын элементтері мен бірлескен тапсырмалар арқылы мотивацияны күшейту, білім сапасын арттыру және талдау жүргізу, әр оқушының оқу нәтижесін нақты уақыт режимінде бақылау, қиын тақырыптарды анықтап, жеке қолдау көрсету. Мұғалім еңбегін жеңілдету мақсатында автоматты бағалау және есеп беру арқылы уақытты үнемдеу, сабақ материалдарын жүйелеу және бөлісуге жағдай жасау, қашықтықтан және аралас оқытуға қолдау көрсету, онлайн режимде тест, викторина, сауалнама жүргізу мүмкіндігі, кез келген құрылғыдан және кез келген уақытта қол жетімділік алу. Сонымен қатар жобаның міндеттеріне тоқтала кететін болсам, жиынтық бағалау кезінде өткізілетін күндері бір картаға жинақтау, тапсырмалар сапасын онлайн рұқсат жүйесі арқылы бақылау, жиынтық бағалау нәтижелерін автоматты түрде талдау жүйесін енгізу, оқушыға рефлексиясын жинау және талдау, ата-анаға PDF форматында, яғни нақты нәтижені жіберу жүйесін енгізгім келеді, мұғалімдерге арналған бірыңғай нұсқаулық және алгоритм жасау. Енді негізгісінен мұғалімдерге бұл жобаны жүзеге асыру кезеңдеріне тоқтала кететін болсам, бірінші кезең дайындық кезеңі, яғни мұғалім өзінің мен қазір мына жерден көрсететін боламын, менің Class Time программасына кіру арқылы Class Time программасы арқылы бірінші дайындық кезеңі, яғни мұғалім алдымен Class Time программасына кіріп, өзінің аккаунтын, яғни өзінің жеке дербес деректерін енгізу арқылы өзіне дерек ашатын болады. Қазір мына жерде менде Бағнұр Алқуат өзім атымда ашылып тұрған. Яғни кітапханалар деген жерде бізде өзіміздің жаңа бума жасау дейді. Осы арқылы мысалға сізге керекті мәліметтер жасай аласыз. Мысалға маған геометрия бірінші БЖБ-ны осы арқылы номері бірінші БЖБ-ны, мысалға номері БЖБ 2-ші 90 деп жазсақ та түсінікті болу үшін әрі қарай өзімізге осылай сақтауымызға болады. Сонымен қатар мен өзімнің жасаған нәрсеме тоқтала кетейін. Жалпы мен бір сыныпты ғана алған болатынмын. Осы өзіме идея келгеннен бастап, осы бір класста сыныпта зерттеп, ары қарай жүргізіп қарайын деп, 11-ші сынып менде бар жоғы 9 оқушы болған.
Сол сыныпқа алгебра бойынша бжб-ны алған болатын. Яғни бжб-да менде бар бірінші бжб деп осылай атын жазып, тапсырмаларын салып ішіне жасаған болатынмын. Оның ішіне тапсырманың ішіне кіретін болсақ, менде барлығы 4 тапсырма болды. Ол 15 ұпай общий, барлығы 15 ұпайды жинақтайды бала барлығын дұрыс жауап берген жағдайда. Яғни бірінші суретте бірінші тапсырма менде сурет арқылы берілетін болды. Осы сурет арқылы функциялардың мысалы ішіне кіретін болсақ, функциялардың графиктерімен x және 0, x тең 0-ге және x тең пи бөлінген 4-ке сызықтармен шектелген, боялған, яғни мысалы сурет берілген, мысалы аны табыңыз деген сияқты. Осы сұрақтардың жауаптарын балалар көп нұсқалы сұрақ, құсбелгілер, шын немесе жалған жазбаша сұрақтар, өзіңіз жауап парағын мысалға өзіңіз таңдауыңызға болады. Мысалы ауызша сұрақ берілетін болса, көп нұсқалы сұрақ деп А, Б, С, Д, Е деген сияқты жауап нұсқалармен беруге болады. Шын немесе жалған деген жауап ретінде де беруге болады тапсырманы. Мен тек қана 3 жауапты ғана сұрақты сақтадым. Екінші менде тапсырма, бұл тапсырманы сурет түрінде қоса аласыздар, немесе YouTube каналыңыздан, YouTube'дан видео сілтемені қоса аласыздар және аудио қоса аласыздар. Кез келген қысқа мәтін болса да аудионы қосу арқылы өзіңіздің, яғни өзіңіздің ұйымдастыру қабілетіңізге қарай осылай қоса беруіңізге болады. Және осының астына мен жазбаша сұрақтар деп жауапты осылай қалдырдым. Себебі бала осы есепті шығарып, дәл соны жолдайтын болады. Себебі бізде 1 жауап, 2 жауап деген жауап қабылданбайды алгебра бойынша. Жауаптың нәтижесі шығарылып, яғни суретке түсіріліп, осы жерге салыну үшін. Бұл есеп 2 сұрақ, 2 балды қамтыды. Дәл солай келесі есепте де тапсырманы сурет ретінде салдым. Яғни бөліктеп интегралдау әдісін қолданыңыз деп. Бұл есепте 2 бөлімге берілген. Сол арқылы пайда болған дененің көлемін анықтаңыз деп жазған болатын. Бұл жерде де long text дегенді қабылдадым. Бала өзінің есебін шығарып, еркін түрде осы нәрсеге суретке түсіріп салу мақсатында. Дәл осылай 4 тапсырманы орындағаннан кейін жаңа сессияны бастау дегенді бастайсыздар. Содан кейін оқушыларға, қазір мына жерде интернетімнің кішкене әлсіздігіне қарай тез ашылып болмай жатыр. Яғни міне 4 тапсырманың суретімен несі шығып тұр. Біздерге 15 ұпай екен барлығы беріліп тұр. Және оқушыларға міне мына жерде сілтеме бар. Осы сілтемені WhatsApp веб арқылы немесе почта арқылы десек те болады, Telegram веб арқылы болса да өзіңіз оқушылардың чатына салып жібересіздер, немесе жеке жіберсеңіздер де болады әрқайсы оқушыға. Осылай сілтемені жіберіп, оқушылар мына жерге кіріп, аттары шығып, яғни орындағандарын көретін болады. Мен оны сессиялардан кіріп, мысалға менің орындаған соңғы бжб-1-ді қарасақ, бжб-1-ді қарайтын болсақ, міне оқушылардың нәтижесі анық түрде шығатын болады. Мысалға менің кейбір пәндерде дұрыс, мысалға тексеріс кезінде Азамат Ертаев мысалға 4 тапсырмадан 3 тапсырманы толық орындаған үшін 10 ұпайын алып отыр. 1 тапсырмасы дұрыс емес болғандықтан. Анар мысалға 4 тапсырманың да барлығын қараған, бірақ 2 тапсырмасын ғана орындаған. Сол себепті ол 7 балл алған деген сияқты. Қалдығын Нұрсаяда барлық 4 тапсырманы да қараған. Осылай міне оқушылардың нәтижесін анық нәтижелі қылып көрініп береді. Және де оны бізге экспорт арқылы өзімізге туралы есепті ала аламыз. Оқушылардың нәтижесін бізге бұл уақыт үнемділігін береді. Сонымен қатар бір күнде бірнеше жиынтық бағалауды алу кезінде оқушылардың да мұғалімдердің де уақытын үнемдейміз. Қазір мына жерде ашпай жатыр. Не, класс таймс бойынша балалардың
жиынтық бағалау бойынша 7 оқушы жауап бергендігі туралы анық жауаптар шығады. Бұған негізі басында 90-ның басында көбірек салып қойсаңыз, уақыт бөліп, бұған көптеп көңіл бөлу керек сияқты. Class Times жалпы программасын нақты қолға алып кеткен жағдайда біз уақытты үнемдейміз. Дегенмен де әлі де олқылықтар болып тұрады. Себебі десеңіз, оқушылардың әлі бұл программаны толық меңгеріп кеткенше әлі көмек керек болады. Мысалға, мына жерде оқушылардың толық есептің шығарылуын жазбағандығы бізге кедергі келтіруі мүмкін. Мысалы, тек жауаптың өзін ғана жазып кетуі деген сияқты. Әр баланың жауап парағы осы жерде беріледі, және де мысалы толық жазғандардың осылай несі шығып тұрады, барлық нәтижені осылай біз ала аламыз. Жалпы қағаз басылықтан бұл жобаның негізгі ұсынып отырған мақсаты біріншіден қағаз басылықтан айыру, яғни ажыратып, мұғалімдердің бос уақытын мейлінше балаларды пәндік олимпиадаларға, ғылыми жобаларға дайындау мақсатында. Ал бұл жиынтық бағалау және 90-дық бағалау дегеніміз міндетті түрде алынатын нәрсе болғандықтан, бұл 90 басында осылай бір программаға, яғни Class Times несін салып қою арқылы, программа салып қою арқылы оқушылардан сол болатын уақытта сілтемені жіберу арқылы орындатып, нәтижесін сол бойда шығарып, бағасын сол бойда қою мәселесі оң шешім береді деген оймен осы нені ұсынғалы отырмын. Жалпы педагогикалық идеямның тиімді жақтары интерактивті және бағалау, тестілеу, мұғалім әртүрлі яғни тестті сәйкестендіру, ашық жауап, суретпен жұмыс тағы да басқа қолдана алады. Нәтижелер бірден көрініп, мұғалімнің оқушылардың қай тақырыпта қиналғаны анықтай алады. Яғни жаңа мен айттым ғой, оқушылардың толық жауап бермеуі деп та, оқушылар жауапты дұрыс жазбай кеткендігі, кейбір оқушыларда мысалы сәйкестендіру болса тез орындауы мүмкін деген сияқты. Сол нәтижелердің барлығын, жауап парағын сізге оқушының дәптері секілді қылып ұсынады. Оның тиімді жақтары, ең тиімді жағы бізге осы. Дереу кері байланыс алу, яғни оқушы тапсырманы орындаған сәтте нәтижесі сразу көрінеді, бізге тез әрі нәтижелі көрініс береді. Себебі қағаздан біз енді тексеремін, не тексеремін деп жүрген кезде уақытты өткізіп алуымыз мүмкін. Одан кейін сабақта белсенділікті арттыру, яғни ойын элементтері, геймификейшн және командалық тапсырмаларды оқушылардың қызығушылығын арттыру. Әр оқушының жеке қатысуын бағаланып, мотивация күшейеді. Төртінші бізде тиімді жағы қашықтықтан және офлайн оқытуда ыңғайлы. Интернет арқылы кез келген құрылғыдан қосуға болады. Телефоннан, ноутбуктен оқушыда бар мүмкіндігінше қосып алуға болады. Одан кейін мұғалім сабақтарды алдын ала дайындап, сыныппен бөлісе алады. Бесінші, уақытты үнемдейміз, яғни ең бізге бағалы нәрсе, бағалау автоматты түрде жүргізіледі. Нәтижелері Excel немесе Google Sheets форматында жүктеліп, талдау жасауға бізге жеңіл болады. Және сонымен қатар алтыншысы, оқу аналитикасы, платформа әр оқушының үлгерімін жеке көрсетеді. Мұғалім оқушылардың білімдегі олқылықтарды анықтап, жеке жұмыс жүргізе алады. Сонымен қатар бұл Class Times жобасы жаңа айтып кеткендей кезең-кезеңдер мұғалімдік бірінші дайындық кезеңін өткізу керек. Одан кейін тапсырма бланкысын құру керек, яғни соның ішіне кіріп, жаңа айтқанымдай 4 тапсырма болса 4 тапсырма, 5 тапсырма болса 5 тапсырма деген сияқты өз тапсырмаларын құрып, одан кейін әр тапсырманың өзінің жауабына қарай, мысалы сәйкестендіру болса сәйкестендіру, тест түрінде орындауға болады. Дәл солай сияқты, мысалға біз жаңа мен анық көрсетпеген секілдімін. Мысалға кітапханаға кіретін болсақ, алгебра бөлінісіне, яғни мұғалімде жалпы жағдай бұның жауабын көп нұсқалы сұрақ, құсбелгілер, шын немесе жалған, жазбаша сұрақтар, сұрыптаушы,
сұрыптауыш құзырлер мәтінді бөлікте облысты белгілеу суреті деген сияқты жауап парақтарын ұсына алады. Өзінің деңгейіне қарай, мысалға, жауап нұсқасын қоса беруімізге болады жаңағы сұрақта. Немесе шын немесе жалған деп орналастыруымызға болады. Сұрыптауыш дегеніміз мысалға, бұл жалпы класс таймсты негізінен көбіне ауызша сабақтарда көбірек қолданған жақсы деп есептеймін. Себебі дүниежүзі тарихы, қазақ тілі сәйкестендіру өте көп болады. Сол мақсатта бұл класс таймсты жалпы мектепшілік деңгейде көтеруге ұсынғым келеді. Содан кейін класс таймстың қысқа рефлексия жинау кезеңі бар. Яғни бұл кезде қиын сұрақ болған бөлімді, қай сұрақ түсініксіз болғанын, қандай әдіс көмектескенін барлығын кері байланыс жасауға болады. Сонымен педагогикалық идеямның күтілетін нәтижесіне тоқталатын болсам, бұл дегеніміз бізде мектеп деңгейінде, яғни жиынтық бағалаудың кестесінің реттелуі, оқу сапасының айқын көрінуі, дағды деңгейінде нақты диагностика, ал мұғалім деңгейінде қажет құжат жүктемесін 30-40%-ға жеңілдету, талдау жүргізуге уақыт үнемдеу, тапсырма сапасын арттыру болады. Ал оқушы деңгейінде күтілетін нәтижесіне тоқталатын болсақ, өзіндік рефлексия қалыптасады, өсу динамикасы көрініп тұрады, нақты әрі түсінікті кері байланыс ала алады. Ал ата-ана деңгейінде баласының оқу процесінен тұрақты хабардар болады, алдын ала түзету жұмысына мүмкіндік алады. Бұл жобамды мектептің жиынтық бағалау жүргізу жүйесін толық цифрландыру арқылы оқу сапасын бақылауды жеңілдетеді, әділдікті арттырады және мұғалім еңбегін оңтайландырады. Жоба инновациялық, аз шығынды және нәтижесі айқын жоба ретінде ұсынғым келіп отыр. Тыңдағандарыңызға рахмет. Мен өзімнің идеямды аяқтадым.